Мен сіздермен ұстазымнан естіген бір ғибратты оқиғамен бөлісейін. Бір күні көзі көрмейтін, яғни соқыр бір кісі үлкен қажылыққа барған екен. Бір күні қонақ үйде өзінің бөлмесінде Құран оқып отырады екен. Қалай Құран оқып отырады деп ойламаңыздар, өзі көзі көрмейтін адамдарға арналған арнайы саусақпен оқитын Құран кітаптар бар. Сол Құран кітабын оқып отырғанда бір сол топпен келген ерлі зайыпты кісілер абайсызда сол кісінің бөлмесіне кіріп кетеді екен. Кіріп светті жағып қалса, әлгі кісінің Құран оқып отырғанын көріп таң қалып сұрақ сұрайды. Сен не істеп отырсың деп сұраған кезінде әлгі кісі былай жауап береді екен: мен Арафат жазығына бармастан алдын Алла тағалаға хатым Құранымды бітіріп қоямын деп сөз берген едім, сол хатым Құранымды бітіруге тырысып жатырмын деп айтқан екен. Сонда әлгі ерлі зайыптылар бір-біріне қарап, қарашы, көз көрмейтін адам Құран оқып отыр деп таң қалыпты. Сонда бұл сөзді естіген әлгі көз көрмейтін адам былай жауап берді: сендер Құран оқуды білесіңдер ме депті. Әлгі ерлі зайыптылар: жоқ, біздің қарағым-ау, Құран оқуға уақытымыз болған жоқ қой деп жауап қатыпты. Сонда әлгі көзі көрмейтін кісі: нағыз көзі көрмейтін соқыр ол сендерсіңдер деп жауап берген екен. Егер осы уақытқа дейін Құран оқып үйренуді білмесеңіз, бұл сіз үшін өте үлкен өкініш. Жүрекке жарық, жаңа шипа болатын Құраннан алыс жүру бұл рухани соқырлықтың белгісі. Егер дәл қазір Құран оқып үйренуді білмесеңіз, бүгіннен бастаңыз. Бәлкім ертең кеш болары анық. Бәлкім сол үйренген Құраныңыз қараңғы қабіріңіздің жарық нұры болуы мүмкін.